Мен IT-мектеп лицейінің математика пәнінің мұғалімі Айбекова Эльмира Өтешевна боламын. Бүгінгі педагогикалық идеяның тақырыбы математикалық деректерді визуализациялау үшін цифрлық платформалар. Сіздердің алдыңызға бүгінгі математика сабақтарында қалай цифрлық сауаттылықты қалыптастыру барысында платформаларды ұсынылды. Математикалық деректерді визуализациялау үшін цифрлық платформаларды қолдану ол заманауи білім берудің маңызды құралы. Бүгінгі сабағының мақсаты цифрлық платформаларды қолдану арқылы математикалық деректерді визуализациялау оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырады. Яғни оқушылар есеп шығарып қана қоймай, сол есеп шығарған сабақтарында платформаларды қолданатын болса, оқушылардың ойлау қабілеті дамып, математикалық сауаттылығы дамып, функционалдық сауаттылығы дамиды деген мақсатпен мен бүгінгі тақырыпты цифрлық құзыреттіліктерді дамыту барысында көптеген цифрлық платформаларды ұсынып отырмын. Бүгінгі педагогикалық идеяның міндеттері оқушыларға Excel, Google Sheets, Tableau сияқты платформаларды қолдану арқылы оқушылар күнделікті сабақтарда кесте құруға, диаграмма жасауға, көптеген сызбалы есептерді өздеріне сабақтарда қолдануға мүмкіндік беретін көптеген платформаларды ұсынып отырмын. Цифрлық платформалардың артықшылығы, яғни осы программалар арқылы Excel, Google Sheets программалар арқылы деректерді тез өңдеп, визуализациялауға мүмкіндік береді. Ал оқушылар осы программалармен жұмыс жасаған кезде уақытты үнемдей және тез бірден диаграммаға айналдырып есептерді түсініп шығаруға мүмкіндік береді. Деректерді құрылымдау, мынау 8-ші сыныптарда осы программаларды түсіндіру арқылы диаграмма құруға осы 8-ші сыныптарда қазір үйретіп жатырмын. Деректерді құрылымдау, яғни бірінші оқушылар деректерді жинақтайды, оқушылар сынақ нәтижелері бойынша деректерді жинақтайды, кестеге түсіреді, Excel немесе Google Sheets программасына салады, сосын барады да диаграмма жасайды. Диаграмма жасаған кезде уже сол шығарып жатқан есептерін тез шығаруға мүмкіндік береді. Диаграмманың үш түрі бар: баған диаграмма, дөңгелек диаграмма, сызықтық диаграмма, әртүрлі диаграммалардың түрі бар. Оқушыларға осы диаграмманың түрлерін түсіндіріп үйреттім. Осы платформалар арқылы оқушылардың ойлау дағдысы дамиды. Яғни ойлау дағдысы дамығанда бірінші ойлау қабілеті, аналитикалық ойлау қабілеті дамиды. Оқушылар деректерді талдайды, талқылайды, таңдай алады. Екіншіден оқушылардың цифрлық сауаттылығы, яғни математикаға байланысты бізде математикалық сауаттылығы дами түседі. Ол цифрлық құралдарды қайдан алғанын, қайдан қалай жасап жатқанын меңгереді. Үшіншіден визуализация қабілеті дамиды оқушылардың. Яғни көрнекіліктерді, яғни алған материалдарын визуалды түрде олар көре алады оқушылар. Сондықтан осындай платформаларды математика сабақтарында көптеп қолданған дұрыс деп ойлаймын. Бұл цифрлық платформалар тек қана математикаға емес, басқа да пәндерге де пайдалануға болады. География пәніне, биология пәніне және тарих пәндеріне қолдануға болады. Яғни география пәндерінде картада сызбалар болады. Сызбалар арқылы деректерді визуализациялап, диаграмма арқылы жасауға болады. Биологияда да солай. Өсімдіктердің өсуін график арқылы суреттеуге болады. Тарихта да солай. Әртүрлі мысалы тайпалардың демографиясы бар. Сол демографияларды көрсеткіштерін диаграмма түрінде салса да болады. Бұл диаграммаларды топтық жұмысқа дегенде өте ыңғайлы, топпен бірге шешеді. Балалар бір-біріне қалай диаграмма құру керектігін үйренеді және кесте арқылы диаграмма шығару, диаграмма арқылы кесте шығаруды да үйреніп жатыр осы жерде. Алдағы уақытта осы педагогикалық идеямды мұғалімдер арасында да дамытқым келеді. Алдағы уақытта мұғалімдердің арасында цифрлық құзыреттіліктерді дамыту барысында осындай семинарларды ұйымдастырғым келеді және осы программаларды мұғалімдерге де меңгертсем деген ойым бар. Келесі оқу процесінің интерактивтілігі. Бұл жерде платформаларды қолдану арқылы оқушылар сабаққа белсенді қатысады. Оқушылар өз бетінше деректерді талдап таңдай алады. Яғни өздері сол тапсырмаға кіріп, сол тапсырма қандай төңірегінде болып жатқан визуализациялайды. Және бұл жерде бірлескен жұмыс, топтық жұмыс арқылы бір-бірлеріне түсіндіреді. Оқушылар шығармашылық ойлау қабілеттері артады. Осы оқушыларға программаларды үйрету арқылы цифрлық сауаттылықтарын арттыру барысында көбінесе 80% оқушылар, мен кестеге салып қойдым, 80% оқушылар деректерді